Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 71 сабақ элементтерінің саны бірдей жиындардың бірігуі және көбейту тақырыбы. Балалар, бұл сабақта көбейту амалымен танысатын боласыңдар. Бірінші тапсырма практикалық жұмыс. Жиындардың бірігуі. Үстелдің сол жағында 2 дөңгелек пен 2 тіктөртбұрыш жатыр. Үстелдің оң жағында 2 үшбұрыш пен 2 шаршы жатыр. Төмендегі нұсқаулық бойынша орында 2 дөңгелекті үстелдің ортасына қарай қой. Қалған фигураларды осылайша 2-2-ден қоюды әрі қарай жалғастыр. 2-2-ден соң сен неше рет қойдың? Жоғарыда орындаған әрекеттеріңді санды өрнек түрінде жаз. Оның мәнін тап. Балалар, 2-2-ден 4 рет қоямыз. Төмендегі суретте көрсеттім. Яғни 2 дөңгелекті, 2 тіктөртбұрышты, 2 үшбұрышты, 2 шаршыны қосамыз. Санды өрнек түрінде 2 қосу 2 қосу 2 қосу 2 тең 8 деп жазамыз. Немесе 2-ні 4-ке көбейтсек болады, дәл солай 8 шығады. Балалар, мына ережені мұқият тыңдап, есімізде сақтап алайық. Бірдей қосылғыштардың қосындысын көбейту амалымен алмастыруға болады. Яғни 2 қосылған 2 қосу 2 қосу 2 тең 8 теңдігін мынадай теңдік түрінде ықшамдап жазуға болады. 2 көбейту 4 тең 8. Көбейту амалының таңбасы төмендегідей. 2 көбейту 4 тең 8 теңдігін былай оқиды. 2-ден 4 рет алғанда 8 шығады. 2-ні 4-ке көбейтсе 8 шығады. Екінші тапсырма зерттеу. Суреттерге қара. Алдымен қосу амалымен, содан соң көбейту амалымен теңдіктер құр. Балалар, төмендегі суретке қараймыз. Бірінші жиында 3 элементтен тұратын 3 жиын берілген. Енді оны қосу амалымен жазатын болсақ, 3 қосу 3 қосу 3 тең 9 деп жазамыз. Ал егерде көбейту амалына ауыстыратын болсақ, 3 көбейту 3 тең 9 деп жазамыз. Келесі суретке қараймыз. Келесі жиында 4 элементтен тұратын 3 жиын берілген. Енді оны қосу амалымен жазатын болсақ, 4 қосу 4 қосу 4 тең 12 деп жазамыз. Ал егерде көбейту амалына алмастыратын болсақ, 4 көбейту 3 тең 12 деп жазамыз. Яғни, бірінші жиында 9 элемент, екінші жиында 12 элемент бар. Үшінші тапсырма, бос торкөздерге тиісті сандарды қой. 5 қосу 5 қосу 5 қосылған 5 қосу 5 тең 25 болады. Ал енді оны көбейту амалымен жазатын болсақ, 5 көбейту 5 тең 25. Келесі 100 қосу 100 қосу 100 тең 300 болады. Ал енді оны көбейту амалына алмастыратын болсақ, 100 көбейту 3 тең 300 болады. Осылай бос торкөздерді тиісті сандармен толтырып жазамыз. Төртінші тапсырма, есепті шығар. 3 сөренің әрқайсысында 4 топтан бар. Сөрелерде барлығы неше топ бар дейді. Балалар, дәл суреттегідей 3 сөре бар. 3 сөренің әрқайсысында 4 топтан бар. Сонда шешуі 4 қосу 4 қосу 4 тең 12 болады. Ал көбейту амалын алмастыратын болсақ, 4 көбейту 3 тең 12. Жауабы сөрелерде барлығы 12 топ бар. Бесінші тапсырма, өрнектер құр және олардың мәнін тап. 80 азайту 35 қосу 18 тең 63. 49 азайту 35 қосу 41 тең 55. 35 қосу 25 азайту 46 тең 14. 74 қосу 25 азайту 14 тең 85. Балалар, осылай өрнектер құрып, олардың мәнін табамыз. Алтыншы тапсырма, азайту амалымен шығарылатын теңдеулерді көшіріп жаз және оларды шеш. X қосу 14 тең 26. X бұл жерде белгісіз,
x-ті табу үшін 26-дан 14-ті азайтамыз. X тең 12. Ал енді x-тің мәнін орнына қойып тексеріп көреміз. 12 қосу 14 тең 26. 26 тең 26. Келесі теңдеу x азайту 35 тең 24. Бұл жерде бізде азайтылып тұрғандықтан x тең 24 қосу 35 болып кетеді. Азайту амалына кірмейді. Сол үшін де бұл теңдеуді жазбаймыз. Келесі 57 азайту x тең 47. X белгісіз, x-ті табу үшін 57-ден 47-ні азайтамыз. X тең 10-ға. Ал енді мәнін қойып тексеріп көреміз. 57 азайту 10 тең 47. 47 тең 47-ге. 7-ші тапсырма өрнек құр және оның мәнін тап. 4 жиынның әрқайсысында 5 заттан бар. Оларды бір жиынға біріктір. Жиында енді неше зат болды? Ал енді шешуін анықтау үшін 4 жиындағы заттарды бір-біріне қосып шығамыз. Яғни 5 қосу 5 қосу 5 қосу 5 тең 20 болады. Көбейту амалымен жазатын болсақ, 5 көбейту 4 тең 20. Жауабы жиында 20 зат болды. 8-ші тапсырма ойлан тап. Бірліктерін қосқанда 10, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, екі таңбалы сандардың 3 қосындысын жаз. Олардың мәнін тап. Қосуды азайтумен тексер. 12 қосу 38 тең 50. Оны азайтумен тексерсек, 50 азайту 38 тең 12. 26 қосу 44 тең 70. Азайту амалымен тексеретін болсақ, 70 азайту 44 тең 26. 35 қосу 25 тең 60. Азайту амалымен тексергенде 60 азайту 25 тең 35. Балалар осындай өрнектер жазып шығаруларыңа болады. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егерде каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сол кезде жаңа сабақты бірінші көретін боласыңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.